қара халық, олар үлкен шешім қабылдауға араласпау керек. Олар айтқанды орындаушы ғана болу керек. Оның кеңесі осындай болған. Халықтан жиналған қаржы, салық қайда жұмсалып жатыр? Неге біздің мектептерде білім беру жүйесі адамның ақылына сыймайды? Колледж, университеттерде үлкен қылмыскерлер отыр. Мүлде білім бермейді. Содан кейін қоғамда олар қой сияқты болып отырады. Ал билік басындағылар өздері қылғанын қылапатын қылады. Олар былайша айтқанда зұлымдар. Сіздің білім беру жүйесіне көңіліңіз толады ма? Мектептегі, жәнедегі орта және жоғары оқу орнындағы білім беру жүйесіне. Менің байқап жүргенімдей 90%, тіпті 99% адамға десем қателеспейтін шығармын, білім беру жүйесіне ешқайсымыздың көңіліміз толмайды. Қызық болғанда бұл жағдай Қазақстанда ғана емес, тіпті бұрынғы мына Кеңес одағында ғана емес, бүкіл әлемдегі орын алған жағдай екен. Енді осы әлемдегі білім беру жүйесі жайлы неге бұндай жағдай болып жатыр? Оны кім басқарып жүйелеп отыр? Бүгін осы жайлы әңгіме болады. Егер шындыққа тура қарап айтатын болсақ, ешқашан ешбір билікке білімді, саналы, сыни және рационалды ойлай алатын халық керек емес. Ол капиталистік мемлекеттерде де, мынандай тоталитарлық мемлекетте де. Бүгін осы жайлы әлемге әйгілі атақты ғалым Наум Хомскийдің білім беру жүйесі жайлы атақты әлемде өте көп қаралым болып талқыланған бір лекциясына шолу жасап шығайын деп отырмын. Наум Хомский айтқан білім кімге және неге деген бір студенттермен жолыққан кезде үлкен егжей-тегжейлі керемет баяндама жасап еді. Наум Хомский деген кім? Мына New York Times Book Review деген атақты журналдың айтуынша, егерде оның күш-қуатына, қозғаған тақырыбына, жаңалығына, бүкіл идеясына қарайтын болсақ, осы қазір өмір сүріп жатқан интеллектуалдың ішіндегі ең маңыздысы, ең жоғары интеллектуалды адам екен. Өте абыройлы Arts and Humanities Citation Index 80-92 жылдары осы әлемдегі ғалымдардың ең көп цитат келтірген ғалымы осы Наум Хомский болыпты. Қазіргі өмір сүріп жатқан интеллектуалдық білімді адамдардың ішіндегі шоқтығы ең биік деп саналатын ғалым, сондықтан оның айтқанына құлақ түрмеу мүмкін емес. Әсіресе осы білім беру жүйесінде. Енді кеттік. Әлемдегі білім алу концепциясы екі қарама қайшы концепция болған. Ол кім үшін беріледі білім және не үшін? Бүгін сіздермен осыны қарапайым тілмен талқылап шығуға тырысамыз да. Бірінші концепция, мына жоғары білімді. Енді ол біздегі Қазақстанда беріп жатқан жоғары білімді деп айтуға келмейді. Ол мына дамыған елдердегі, әсіресе Англиядағы, мына Германиядағы, әсіресе Америкадағы жылына $100,000 тұратын Гарвард, MIT, Йельский университеттер, оның соны жоғары білім деп айтуға болады да. Соны таңдаулы элитаға, таңдаулы бір ат төбеліндей азақ 1-2% адамға ғана беру керек, байлардың балаларына. Қалған қара халықты топас, надан қылып ұстап отыру керек. Бірінші концепция осы. Бұған себепкер болған мына 20 ғасырдағы ең танымал ойшылдар. Олардың бірі мына Уолтер Липман деген. Уолтер Липман деген кім? Ол 1889 жылы туып, 1974 жылы қайтыс болған. Оның өзіндік керемет ықпалы болған. Мына қоғамдық пікір қалыптастыруға. Бұл кісі Американың журналисі, жазушы, Американың президенті Вилсонның көптеген шешімдеріне кәдімгідей ықпал жасаған адам. Осы Липман Американың ең мықты президенттеріне шешім қабылдай алатын, тіпті Америкаға ғана емес, бүкіл әлемдегі жағдайларға ықпал жасайтын адамдарға қандай кеңес берген. Ол айтқан ақылы мықты, аз ғана топпен билік басындағы және олардың мазасын алатын қарғадай шолаған тобырдың арасын ара-жігін ашып отыру керек. Екеуін екі деңгейде ұстап, екі деңгейде білім беру керек деген. Олар көрермендер, қара халық көрермен. Ал енді ақылды аз топ, қолында билігі бар топтар, олар шешім қабылдайтын топ. Жаңа шешім қабылдайтын ақылды аз элита топты мына қара халықтан қалайда қорғап отыру керек. Оның кеңесі осындай болған нақты. Сонымен бірге оның замандасы, сонымен бірге
жұмыс істеген Эдвард Бернейс деген жазушы, экономист, философ ғалым. Ол да осындай пропаганда деген кітап жазған. Адамдардың миын улау, адамдарды қалай зомбылау керек екенін олар өте жақсы білген. PR деген бар, қазірде PR деп айтамыз ғой, public relations, ол мына қоғаммен байланыс орнату. Эдвард Бернейс осының ең мықты маманы болған. Бұл адамдардың мына бейсанасын қалай улау керек, оны қандай бір айла шарғылармен манипуляция жасау керек, осының кереметтей маманы болған. Оның айтқан келісімді үйлестіру, әрине қара халықты ұрып соғып басқара алмайды ғой, сондықтан бір үйлестіру да. Қара халық өз орнында отыру керек, көрермен ретінде олар үлкен шешім қабылдауға араласпау керек, олар өз орнында айтқанды орындаушы ғана болу керек да. Ал интеллектуалдар бәрін басқару керек, соларға тізгінді беру керек. Бұлардың ұстанымы осындай болған. Бұның ең басы қайдан алады десеңіз, бұл идеялардың. Анау 1800 жылдар 19 ғасырда өмір сүрген Уолт Эмерсон деген атақты ақын, эссеист ғалым болған. Осы Америка құрама штаттарындағы ең беделді бір ойшыл және жазушы болған. Ол былай дейді: біздің мемлекетте 100 мыңдаған, миллиондаған сайлаушылар өсіп келе жатыр. Демократия орнады ғой. Енді республика бұрын оның алдында монархия болған жерлерде, енді Америкада ең алғашқы демократия орнады. Яғни халық басқару керек. Халық сайлаушылар арқылы басқарады. Осындай сайлаушылар өсіп келе жатыр, көп болып. Олар кейін біздің алқымымыздан алмау үшін, жаңағы элитаның алқымынан алмау үшін, оларға белгілі бір білім беріп, белгілі деңгейде шаблонмен ұстап отыру керек деп ең алғашқы айтқан осы кісі болатын. Олар рационалды, сыни ойлай алмайтындай болып оқыту керек. Мектепте де, колледжде де. Рационалды, сыни ойлау деген не? Бұл мемлекет қалай басқарылып жатыр? Халықтан жиналған қаржы, салық қайда жұмсалып жатыр? Неге бұлай жұмсалып жатыр? Білім беру жүйесі, мына медицина жүйесі, әскери қорғау, мемлекет қорғау жүйесі, басқа мемлекеттерге соғыс ашпау, осылар қандай түрде жасалу керек, кім шешім қабылдау керек, оған олардың ақылы жетпейтіндей қылып сөйтіп өсіру керек дегенді басынан бастап бұлар жолға қойған. Оларды үнемі қорқынышта, еркін ойлай алмайтындай қылып, балабақшадан, мектепте, колледжде, университетте осылай оқыту керек, осылай тәрбиелеу керек деген бір ұстанымды қалыптастырған. Міне, мектептерде, университеттерде осындай саясат іске асқан. Негізгі мемлекетті басқарудың түрлі жолдары бар ғой. Бір кездерде монархия болды да, бүкіл әлемде. Қазақта хандық болды, Европада көбінесе патшалар болды да. Ал көптеген ислам елдерінде діни лауазымды адамдар басқарды. Содан кейін демократия келді. Демократия деген көпшіліктің басқаруы, яғни халықтың өзіне президент сайлап алады, не парламент басқарады. Ең алғашқы мемлекеттік құрылымдар пайда бола бастаған кезде Аристотель, бүкіл адамзаттың ұстазы, айтқан ел басқарудың кереметтей бір формасы жоқ. Демократия деген форма бар, ол да өз керемет емес, бірақ осылардың ішіндегі ең тәуірі осы, адамзатқа ең аз зорлық әкелетін деген ұстанымда болған. Енді Аристотель айтқан демократия деген не? Бұл көп кедейдің аз байларға қарсы қолданатын билік жүйесі. Егер шынымен демократтарға, көп адамдарға, көп кедейге билікті беретін болса, ол ана байларды алады да талан-тараж қылып мүліктерін тартып алады, бәріне бірдей болсын деп. Бірақ Аристотель нені көздеген? Аристотель айтқан, бәрі орта шаруаға деңгейіне жеткізу керек. Мемлекетте өте кедей, өте бай адамдар болмауға тиіс. Бәрін орта деңгейге келтірген кезде, сол кезде әділетті мемлекет болады, азаматтық қоғам құрылады деп. Қазіргі заманда бұнды барлық халықтың, қазір мысалы Данияда, Швецияда, Нидерландыда, мысалы Жапония сияқты көбінесе барлық халықтың деңгейі ортадан жоғары, кедей халық жоқ. Енді біраз топ өте бай бар, бірақ кедей халық жоқ. Осындай азаматтық қоғам құру керек. Сол кезде ол елде бейбітшілік, тұрақтылық болады деп пайымдаған. Ал Джеймс Мэдисон, ақш-тың 4-ші президенті, ол кісінің енді конституцияның, ата заңның атасы деген атақ берген. Алғашқы конституция қабылдағанда, анау Американың өзінде, ол айтқан ұлттың байлығы деген бар. Ұлттың байлығы кім дегенде, ол аздаған білімді элита, элитарный клуб.
бір миллионерлер, миллиардерлер да. Вот соларға билікті беру керек. Олардың жауапкершілігі мол, олар дұрыс шешім қабылдай алады. Енді оларды, билік басындағыларды мына қараңғы қалың тобырдан сақтау керек. Бүкіл билік, конституция осылай құрылу керек. Халыққа ерік бермеу керек деген. Негізін конституцияны осылай қаланған. Бұның неге мен айтып жатырмын? Қазір сіз түсінесіз, егер шыдамдылығыңыз жетіп соңына дейін көретін болсаңыз, неге біздің мектептерде білім беру жүйесі адамның ақылына сыймайды? Мүлде қарапайым бір мұғалімдер, қарапайым адам айтады. Егер мен осы білім беру жүйесін құрайтын болсам, мүлде басқа құрайтын едім. Балаға қызықтығы, бала білім алып шығатындай қылып. Колледж, университеттерде үлкен қылмыскерлер отыр. Мүлде білім бермейді, қатты қағаз береді, далаға лақтырып тастайды. Және соған оқуға мәжбүрлейді. Оны бір түрлі тәсілдермен қалайда сен бір диплом алып шығу керексің деген оны бір престиж қылып қояды. Бұны неге жасап жатқанын білгіңіз келсе, қазір түп тамырын сіздерге қарапайым түрмен картаны ашып көрсетіп берем. Бұны ашып көрсетіп жатқан мен емес, бұны ашып көрсетіп жатқан бүкіл әлем мойындаған ғалым Наум Хомский. Ол кісі әлі тірі, 92-94 жаста, MIT университетінің профессоры, әлемдегі нөмір 1 университет, Америкадағы техникалық университет. Медицинаның сол кезде айтқаны бойынша қоғамды маргиналдау қажет. Яғни қоғамды өзі ойлай алмайтын, бір ұстанымы жоқ, бір-бірімен байланысы жоқ, азаматтық қоғам құра алмайтындай қоғам жасау керек. Әйтпесе, біздің қоғамда үлкен проблема болуы мүмкін дейді. Қоғамды маргиналды жасамасақ, яғни адамдар бір азаматтық қоғам құрып, бәрі тең болып, осылай білім алып, санасы ашылып кететін болса, яғни онда элитада проблема болады. Сондықтан қоғамды маргиналдау қажет деп айтқан екен. Сонымен әлемдегі білім беру жүйесіне келетін болсақ, бұнда екі түрлі көзқарас бар да. Білім кімге керек? Кімге керек? Осы екі түрлі көзқарасты қазір сіздермен бірге талдап шығамыз да. Бірінші көзқарас, білім беру бір тесік шелекке су құйған сияқты дейді. Мысалы, бір адамға білім берген кезде түгел қабылдап алатын болса, мысалы, 10 литр білім бердің, 10 литр шелекке құйдың, түгел қабылдап алатын болса, ол керемет қой. Әрине бәрін қабылдап ала алмайды. Бересің, ол тесік шелек сияқты. Ағады, түбінде бірдеңке қалуы мүмкін. Шындығында солай ғой. Қазір мен сізге 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптың математикасын, химиясын, физикасын, тригонометриясын есебін берейікші. 100 емес, 1000 адамның ішінен бір 5-10 адам ғана шығарылады. Мен талай рет осындай эксперимент жасадым. Олай болса оны оқып немене керек еді? Сіз айтуыңыз мүмкін, менің миым шынықты деп. Бір есептеп үйрендім. Олай емес. Шындығында өмірде қолданбайтын білім бергеннен кейін, және оны қызықты қылып, адам өзі ізденіп үйренбегеннен кейін, зорлықпен берілген білім, оны біреу тексерді, емтихан тапсырдың, оның кейін миыңнан шықты да кетті. Адамның миының құрылымы солай. Ол тесік шелекке құйған сумен бірдей. Ал екінші көзқарас, ол атақты ғалым Гумбольдтың айтуынша, оқушыға бір жіп тартып қойған сияқты тартып қою керек. Оқушы сол жіппен жүру керек. Былай жіппен жүріп, тартылып қойған жіппен адасу керек, шатасу керек, өз үйрену керек. Тартылып қойған жіппен келе жатып та, мынау былай екен деп. Өз іздену керек. Сол кезде ол бұл білімді игеріп шығады, бұл білімді алып шығады, онда қызығушылығы болады. Былайша айтқанда, шындығында да жер бетіндегі адамдардың 99%-ның мына басындағы миында 100 миллиард нейрон бар, бәрінің миы мөлшермен бірдей. Бәрі білімді болып шығуға қазір мүмкіндік бар. Бірақ әдейі бұл жүйе бір адамдарға білім бермей, оларды сыни ойлай алмайтындай топас қылып, айтқанды орындайтын, айтқанға жүретін, айдағанға көнетін адам қылып тәрбиелеп жатыр. Біздің қоғамда да, сізді де, сіздің балаңызды да. Осыны түсінді бағаннан кейін, сіз өзіңізді бұл жүйеден сақтай алатын боласыз. Енді ғалымдардың көзқарасы. Вильгельм фон Гумбольдт деген атақты ғалым болған деп айтып кеттім ғой. 19 ғасырда да. Сол толықтай мына білім беру жүйесін кезінде реформа жасаған болатын. Және де атақты биолог Брюс Альбертс деген, бұл кісі 20 ғасырда өмір сүрген, осы білім беру жүйесінде көптеген еңбек жасаған адам. Былай қарасаңыздар, мына саясаткерлер, соның ішінде философтар, адамзатқа қиянат жасайтын. Олар адамзатты класс-классқа бөліп, қалайда билікке келіп, бар байлықпен билікті астына басып алуды көздеген. Олар былайша айтқанда зұлымдар. Ал ғалымдар, таза математик па, ол химик па, ол тіл маманы ма, ол космонавт па, оларда ешқашан бір зұлымдық
ниет жоқ. Олар таза ғылымның адамы да. Космосты қалай зерттеу керек, химиялық бір эксперименттерді, физиканы, математиканы, болмаса білім беру жүйесін, тіл үйрену жүйесін қалай жасау керек дейді да, олар соны ғана ойлайды. Олардың ойының ар жағында жаман ниеттері жоқ. Осының көп байлық жия басам, бір биліктің мүшесі болып алып, осы билікті қолыма ұстап, ұрпағыма тастап кетсем деген арам ниеті жоқ. Сондықтан көбінесе ғалымдарды тыңдау керек. Келісесіз ғой? Ол айтады, Калифорния стандарт комиссиясына барып, мектептің 5-ші сыныбына Менделеев таблицасын берудің ешқандай қажеті жоқ деп дәлелдеген. Өйткені 5-ші сыныптың баласы әлі санасы жеткен жоқ. Менделеев таблицасын оға алатындай. Қазір оған бересің, оған жаттатасың ана периодиялық таблицаны. Сонан кейін оның білімге деген қызығушылығы мүлде қашады. Ол ары қарай ғылымды бір сүреңсіз, адам жалықтырып жүретін, жаттайтын бір пәлекен деп, ол жаңа химия пәнінің ғылымына деген махаббат өшіп қалады деп айтқан. Бірақ бұл ғалымның айтқанын тыңдамай, мектеп жүйесінің білім беру программасы мүлде сол қалай жасалды, солай жасалып жатыр. Баланы топассыздандырып, ғылымға деген махаббатын жою үшін. Мысалы, ол ДНК жайлы айтады да, ДНК гендерді құрайтын материал деп төмен класста беріп тастайды, ДНК-ны, оның қызығын ашып тастайды. Ал жоғары сыныпқа келген кезде ДНК-ның молекуласын оқи бастайды ғой. Сол кезде анау ашылып қалған, құпия ашылып қалғаннан кейін ары қарай қызықсыз болып қалады. Негізі Абай атамыз айтады ғой, адам баласы туғанда бір нәрсені білсем, көрсем деп ізденіспен туады, қызығушылығы болады. Сол кезде мына доп ойнаған сияқты, бір ойын ойнаған сияқты, түрлі бір балалар отырып, Warcraft, анау деген ойын ойнайды ғой. Анадан жұлып ала алмайсың, да? Карта ойнаған адам қалай қызық болады. Ғылымға дәл солай адамды қызықтыруға болады. Ол шетінен ақырын беретін болса. Бірақ оның құпиясын ашып тастағаннан кейін, басында күрделі қылып, оны жаттатып оқытқаннан кейін баланың жүрегі айниды. Ол ғылымнан ләззат ала алмайды. Сондықтан балалардың ары қарай мектепте де, университетте де ғылымға деген мүлде махаббаты жоқ. Бәрінікі емес әрине. 90%-нан астамы, 95%-ның неге ғылымға деген махаббаты жоқ десеңіз, оны әдейі мектептен бастап, дәл сондай жүйеде жасалып жатыр, оқытып жатыр сөйтіп. Оны әйтеуір бірдеңке біліп шықсын, қосып алу санауды, содан кейін барып біреудің қолына жалшы болсын, сыни ойлай алмасын, төмен қарап жүрсін, құл болсын, үнемі құл болсын, құлшылық қыл, басыңды көтерме деген жүйе бүкіл әлемде, соның ішінде әсіресе тоталитарлық мемлекетте бізде де осы жүйе қалыптасқан. Мысалы, биология жайлы жаңағы Гомбольд айтады да, биология курсында қантты қышқылдандырудың 10 ферментін алады, жаттатады. Мына қантты қышқылдандыратын 10 фермент деп. Бала жаттап алып, айтып беруге мәжбүр. Бірақ не жаттап жатқанын өзі түсінбейді. Ар жағындағы оның құпиясын білмегеннен кейін, оған ол қызықсыз, сүреңсіз. Сондықтан оған ғылымға деген тағы да ешбір махаббаты оянбайды. Бүкіл жүйе осылай жасалған, жаңа ғалымдар ештеңе істей алмайды. Өйткені бүкіл билік жаңағы саясаткерлердің қолында. Білім беру жүйесін білім министрлігінде кім жасайды, кім бекітіп береді? Әрине билік басындағылар. Ғалымдар айтады, қояды. Енді Америка құрама штаты 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемдегі ең үлкен держава болып шықты. Әлемдегі ең 50% байлыққа Америка ие болды. Ол түсінікті да, соғыс Америкаға барған жоқ. Мына дүниежүзілік соғыста бүкіл әлем соғысты, Америка соларға қару сатты. Қару сатты, соның арқасында байып алды. Европа, әсіресе сол кездегі ең мықты мемлекеттер, мысалы Совет үкіметі, Германия күйреді. Содан кейін Америка артынан өзі Вашингтонский консенсус деді, қалай оларға әмірін жүргізгісі келді, солай жүргізді. Бұны неге айтып жатырмын, қазір түсінетін боласыздар. Енді осы Америкадағы әлемдегі элита болғаннан кейін, Америкадағы білім беру жүйесі бұл мәдениетпен осы Американың ең билікке шығып алуы білім беру жүйесіне қандай әсерін берді. Бұрын Америкадағы білім беру жүйесі онысы да элитарлы болатын, элитарлық. Яғни қолы жеткен адамдар ғана оқитын. Енді қазір қараңыз, жылына $100,000, 4 жыл оқысаңыз $400,000. Тағы да магистрлікті оқысаңыз $600,000. Бұндай ақша кімнің қалтасында? Әрине, өте билік басына келген байлардың ғана қалтасында. Йельский университет бар ма, MIT бар ма, әдейі оның бағасын өте қымбат қылып тастаған, тек қана элита оқиды, сол элита басқарады деп. Бұны бір джентльмендер клубы сияқты жасап тастаған да.
Содан кейін екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Америка құрама штаттарында қарапайым колледждер ашыла бастады да, жалпы білім беру жүйесі құрыла бастады. Бұл Америка қоғамының үлкен бір жетістігі, жаппай сауаттандыру басталды, белгілі бір білім берудің жүйесі құрыла бастады. Енді Америка сияқты ол үлкен аумағы да үлкен мемлекетте ғылым мен техника дамығаннан кейін ауыл шаруашылығында істейтін адамдардың пайыз азайып, бұрын 50%-дан қазір 2% Американың халқы ауыл шаруашылығында жұмыс істейді. Яғни ауылдағы халық қалаға көше бастады. Завод пен фабрикалар салына бастады да. Ал осы завод фабрикада істейтін жұмыскерлерге жоғары білім беру қажет болды. Ал енді бұрын фермерлер көбінесе еркін болған да. Ал далада жатқан фермер өзі ешкімге анша бағына қоймайды, өз жерін өзі өңдеп, өз өнімін өзі сатып отырған еркін фермерлер қалаға келеді да, жұмысшы болды. Жұмысшы болғаннан кейін ол белгілі бір тәртіппен жүру керек. Ол жалшы болу керек. Енді Эмерсон айтып кеткендей, бұл еркін жүрген фермерлерді қалаға кеп, жаңа завод фабрика орналастырған кезде олар бір неменемен қатармен жүретін, айтқанға көнетін, айдағанға жүретін бір ана билік басындағылардың алқымынан алып, мына не істеп жатсыңдар, мына ақшаны қайда жіберіп жатсыңдар, мына заңды қалай жасап жатырсыңдар деп сұрақ қойып, олардың алқымынан алмайтындай қылып бір тәрбиелеу қажет болды. Оған әрине білім беру жүйесі жауап деді. Сол кезде ауыл шаруашылықтан, аграрлық республикадан индустриялық қоғамға өтіп жатқан кезең болатын. Енді жалдамалы құлдықтан крепосталық құлдықтың айырмасы тек қана ол уақытшасында ғана еді. Крепосталық бұрын крепостное право болды, құл иеленуші заман болды. Ол кезде сен құлдың баласы болсаң, сенің балаң да құл, оның баласы да құл, оның баласы да құл болып қалушы еді. Ол құлдықтан біреу шығарып алмайынша. Енді басыбайлы құл дейді ғой. Ал енді қазіргі жалдамалы құлдық біреуге барып жұмыс істеу, ол уақытша ғана еді. Уақытша саған біреу жалақы төлейді, ол сені жалдап алды. Осынша төлейді, енді ана құлдықтан айырмашылығы уақытшасында, және сені сатып жіберуге хақысы жоқ. Бұны кезінде Авраам Линкольнда дем беретін республикалық партияның басты ұраны болған, алғашында айтқан. Бізде құл иеленуші жалдамалы құлдықта болмауы тиіс бір демократиялық бір қоғам құруымыз керек деген. Бірақ ол қоғам құрылмады. Жаңадан келген уақыттың ұстанымы, мына монархия кеткеннен кейін, капитализм келген кезде айтқан, бәрін маған көбірек байлықты жинап алу, басқаға бермеу керек, элита жасау керек деген. Осы ұстаным ұстанып келе жатыр. Әсіресе әлемді басқарып отырған Америка қазір айтады, Кембридж программасы дейді. Сондықтан қазір ешбір таңғалып қажеті жоқ. Неге ана мектепке берген баланың миын ашытады? Неге оның білімге, ғылымға деген құмарлығы, құштарлығы жоқ? Енді баланың миы солай жаратылғаннан туған кезде сұрай бастайды ғой. Анау не, мынау не, анау қалай болды, мынау қалай болды деген ана қызығушылығы баланың мектепке барғаннан кейін бүкіл қызығушылығы су сепкендей басылады. Содан кейін ата-анасы оны мәжбүрлеп, ұрысып, ұрып оқытуға мәжбүр. Бұған мектеп кінәлі, бүкіл білім беру жүйесі кінәлі әлемдегі. Енді бұған қарсы шығу деген сөз, мысалы, жел тоқтатамын деген бірдей. Мысалы, Қазақстанда ана Жаңғызтөбеде, болмаса менің шығыстағы білем, болмаса батыста үнемі жел соғып тұрса, сонымен алып, мына жел тоқтатам деп көшеге аша алып шыққанмен бірдей. Болмаса солтүстікте, шығыста қалың қар жауса, осы биыл қар жауғызбаймын дегенмен бірдей, сіз бен біз үшін. Енді не істемек керек? Бұны түсінгеннен кейін, енді әрбір адамның тағдыры өз қолында. Күресетін жауыңның білімін, тактикасын, технологиясын түсінгеннен кейін, онымен күресудің жолын табуға болады. Қалай? Мысалы, мен ойлаймын, мектептегі балаға үйде көбірек білім беру керек. Қазір Ресейде мына интернет технология ашылғаннан кейін, онлайн мектептер ашылғаннан кейін көптеген ата-аналар мектепке баласын бермей үйден оқытып жатыр. Мен ойлаймын, мен немерелерімді өзім оқытуға тырысатын боламын. Мектепке берсең, оны шаблонға салады, оны программалайды, ол сыни ойланмайтын болады, рационалды ойланмайтын болады. Былайша айтқанда осы қоғамның құлы болып шығады. Әр адамның қазір, Құдайға шүкір, интернет бар, YouTube бар, Google бар, кез келген білімді алуға болады. Егер балаға шын жаныңыз ашса, оны жеке мұғалім жалдап оқыту керек. Ары қарай әйтпесе ол мектеп бітіргеннен кейін, ата-ана да программалап қалған, мектеп бітіргеннен кейін міндетті түрде бір жерге барып жалшы болып істеу.
Оның миы солай болады. Қайда барып жалшы болып істесем, кімге барып жалдансам деп. Енді сізге айтатыным, сіз жоғары оқу орны болсын, мектепте болсын, баланы еркін ойлай алатындай. Бұл қоғам қалай құрылды? Осы менің берген лекциямды көрсетіңіз да. Неге болай болып жатыр? Соңғы аяқтайтын ең басындағы сөзім мен аяқтайын. Ешқашан, сонау ықылым заманнан бері, ешбір билікке сыни ойлай алатын, саналы, білімді, рационалды ойлай алатын адамдар керек емес. Сен құлсың, сен құлшылық қылуың керек, сен біреуге бағынышты болуың керек дегенді бүкіл біздің жүйе соны санасына сіңіреді. Соң кейін қоғамда олар қой сияқты болып отырады. Ал билік басындағылар өздері қылғанын қылапатын қылады. Бірақ енді жақсы жаңалық, мысалы Европадағы дамыған елдерде, Нидерландыда, Швецияда, Финляндияда, Данияда, мысалы Америкада, Германияда мен талай рет болдым. О жерде еркін қоғам, шынымен азаматтық қоғам. О жерде президент, мысалы парламент, премьер-министрлер уақытша сайланады, халық өз билігін жүргізеді. О жерде кедей адам жоқ, бәрі 90-80-90% адамдар бірдей деңгейде. Мысалы премьер-министрдің метромен жүргенін, 2 комнаталы пәтерде тұрғанын, көшеде велосипедпен жүргені таңғалмайсыз. Солай болуы тиіс. Сондықтан олар да өзі сол халықтың бір мүшесі болғандықтан өздеріне тиімді заңдарды қабылдайды. Сондықтан біздегі университеттердің 90%-ын, тіпті 95%-ын жауып тастаса, бұл қоғамға ешқандай зиян келмеуші еді. Осы бізге келгендер көбінесе таңғалады. Аға, мен 4 жыл университетте, 2 жыл магистратурада оқыдым, сондағы алып шыққан білімімді салыстырсам шөкімдей ғана. Ал мен 2 айда алған білімім оның атасындай. Өйткені мен өмірге деген көзқарасым оянды. Табыс табудың тетігін үйрендім. Ана жерде не үйрендім? Бір қатты қағаз алып, біреуге жалшы болуды ғана үйреніп шықтым деп жатады. Осы Қазақстанда да білім беру жүйесіне реформа жасайтын уақыт жетті. Әрине оны қазір біз жасап тастайық деп жатқан жоқпыз, бірақ мына цифрлық технология, интернет бізбен сізге үлкен мүмкіншілік берді. Көзімізді ашып, сол мүмкіншілікті пайдалана алсақ, біз еркін адам болып өмір сүре аламыз. Ал пайдалана алмасақ, бізді біреу программалайды, бізді біреу бір жіппен жүргізеді, солардың құлы болып, солардың айтқанына көніп, айдағанына жүретін бір тобыр боламыз. Бірақ біз Қаздауыз Қазбек атамыз кезінде айтып кеткендей, атадан ұл туса біреуге құл боламын деп тумайды, анадан қыз туса біреуге күң боламын деп тумайды. Біз кешегі дала демократиясы болған, хан Талапай деген болған, халық қаласа хан түйесін сояды дейді. Ол келмеске кетті ол монархия. Ақсүйек деген түсінім, қан деген түсінім. Қазір бәріміз ақсүйекпіз. Сізде осы мемлекетті басқара алатын адамның біреусіз. Нағыз демократияны сізбен біз орната аламыз. Сол кезде біздің балаларымыз ешкімге жалтақтамай, бәрі еркін бір деңгейде өмір сүретін болады. Міне, білім беру жүйесінің мен барлық құпиясын сіздерге бүгін ашып көрсеттім деп ойлаймын. Егерде барлық халық осыны түсінсе, көпшілік билікті өз қолына алса, білім беру жүйесін біз реформалап, ана шетелден келіп жатқан жүйені тасталқанын шығарып, азаматтық қоғам құратын, баланы білімге деген махаббатын оятатын білім беру жүйесін жасап шығуға болады. Ол жайлы кезінде Ахмет Байтұрсын да, мына былтыр қайтыс болған атақты Виктор Федорович Шаталов та, ұлы мұғалімдер қалай болу керек екенін түгел айтып кеткен. Ол жайлы келесі видеоларда мен кеңінен сіздермен таныстыратын боламын. Бүгінгі осы күрделірек, бірақ сізбен бізге болашағымызға өте қажетті бұл видео сабақ сізге ұнаса, өзіңіздің лайығыңызды қойып, пікіріңізді жаза кетіңіз. Және де неғұрлым көбірек халыққа таратайық, таныстырайық. Нағыз демократия бізде орнасын. Нағыз демократия қашан орнайды? Халықтың санасы ашылған кезде, халық өз талабын билікке орындата алған кезде демократия орнайды. Еркін елдің еркін қазағы болуға жазсын. Осы айтқан сөздерімнің бәрін дәлелі болу үшін мен сіздерге 3 күннің ішінде, айналдырған 3 күннің ішінде әрқайсысы 2 сағаттан тұратын 6 сағаттық сабақ беремін. Сол сабақта сіз ана университетте алмаған білімді алып, өзіңіздің қолыңыздан келетін, сұранысы бар, аз ақшамен, мүлде бір 5-10 мың теңгемен бастап кететін, тез бастап кететін, пайдасы мол кәсіпті таңдап алып, өз жарнамаңызды жасап, клиентіңізді әкеліп, кәсібіңізді бастап кете аласыз 3 күннің ішінде.
мен оны тегін өткіземін мүлде. Осыған тегін қатынасамын десеңіз, төмендегі сілтемені өтіңіз, көзіңіз жетеді.